Үйіріне соққы жауап бересің. Оқиғаның басталған мәселесі болды. Басында күн салқын болды. Абай сұрайды. Суық және аяз, боранды болады. Үшіншіден төртінші топ. Енді балалар қазір мен сіздерге балалық парақтарын беріп шығамын. Аты жөндерін жазып қойыңыздар. Екеуі де тұр, таразда тұр, екеуі теңді қандай? Біреу үлкен кіші ме, екеуі тең болып тұр ма? Тең болып тұр. Неге де ойлайсыздар балалар? Демек бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай? Наурыз. Қош келдік, наурыз тақырыбы. Жақсы балалар. Күннің жадын жазамыз. Жаңа тақырып. Енді балалар, тұжырымның себеп-салдарлық байланысын сызба түрінде көрсетеміз және де шығармашылық жұмыстар жасайтын боламыз бүгін. Топ бойынша барлығымыз шығармашылық жұмыстар жасайтын боламыз. Енді балалар, ең алдымен біз қазір бұл өлеңді кім айтып тұр? Роза. Бұл қандай өлең? Не туралы? Наурыз мерекесі туралы ма? Енді балалар, осы Жангелдин ауданында дүниеге келген екен. Оның бізге беріліп тұрған кітапты қараңызшы. 3 кітап беріліп тұр. Оян қазақ, азамат, еңбектер беріліп тұрген. Жалпы бұл 3 кітабының ортақ түйіні, яғни мұжақ батамыз жастарды білімге, яғни олардың көзі ашық, көкірегі ояу азамат болып қалыптасуын армандаған екен. Соған байланысты жазған өзіндік еңбектері, кітаптары екен. Жақсы, қараймыз. Қазір біз топ бойынша оқып шығамыз, яғни бәріміз бірге. Қай топтан енді бұл шумақта не туралы айтылған? Күн жарқырап, жерде әдемі гүлдер өсіп түскен. Яғни наурыз яғни көктем кезінде, көктем мезгілінде күн қандай болады дейді? Ашық және не істейді? Жылы болады. Алдан жайылып жатқан. Жақсы. Ашылып кеткен қысы. Күн жылуы. Құстан сол жақта күн жылуы. Қайтып келгені. Қолына жатыр бие, дүниеге бет алыпты, қызарып қышушы. Яғни қос жұмыс басындағы баспана туу, яғни бұл жерде бізде жаңағы егінмен, белгілі шаруашылықпен айналысатын адамдар қос тігеді екен. Яғни сол жердегі жұмыс басында белгілі баспана тігуін айтамыз. Баспана жасауын сол жердегі. Соны айтады екенбіз. Келесі бізде топтық жұмыс. Енді әр топқа мен, яғни бірінші топ кезде эссешілер, екінші топ суретшілер, логиктер және де поэзия жанкүйерлері болып бөлінеміз. Наурыз сөзін беріліп тұрған аты сөз бар. Соны алып тастайсыңдар да жазып шығасыздар, соны қорғаймыз. Мен тексізден оқыдым. Күн жылу, аяз шуақ, бұл жерде аяз келмейді. Артық құм
Құмырсқа, көбелек, ара, аю. Бұл жерде артық аю. Ағаш егу, гүл суару, аула тазалау, шаңғы тебу. Бұл жерде шаңғы тебу. Артық. Суға ұйқыдан боянып, ұрғыр қайнап білінді, жердің беті сүрінді, жасыл түсті боялу. Құмырсқа не үй салып жатыр. Абалы бір жерде ағашқа тағы да бір құстарға ұя салып жатыр екен, иә? құстар ұя салып жаңа өмір бастайды. Жер беті тіріліп, қысқы ұйқыдан оянды. Өсіп, дала балшық болып, Иә, тағы? қарда еріп жатыр. Жақсы, тағы да. Суға айналады. Гүлдер өсіп, өсімдіктер қайтадан шыға келді. Жақсы, келесі. Енді сіздерге не еді? Өлеңде айтылғандай адамдар жұмыс басында істейді. Ана бір біз жаңа сөздерді айттық, соның ішінде бар ол. Енді тіге ол. Өлеңде айтылғандай адамдар тексереміз. Дұрыс болса бір балл береміз. Болып па? Айымыз ба? Тез орындаймыз. Екі балдан беремін.
Bizde bu yani iki ürün. Türkistan, İran, Afgan, Buxar, Qafqazlıqlar da merекелейді. Бірақ бұлардың бәрімен салыстырғанда наурызды біз İran, Afgan, Buxar, Kafkazlıklar da merkeleydi. Бірақ бұлардың бәрімен салыстырғанда наурызды біздің қазақтың мерекелеуі айрықша сыйлы. Артықша дәлелді неге десеңіз наурыздың 22-сінде күннен күн кемеледі. Ұлттық мейрамымыз ya istейді бізде 22 наурызда не істейміз? Қазақи әжелеріміз күнде пісіреді ya. Бауырсақ пісіреді. Кәдімгідей ұлттық мерекемізде біз күтіп алып шығамыз. Яғни ол біздің жаңа, не дейміз жаңа сурет салып көреді. Сурет арқылы бейнелеп көреді. Бастап сала береміз. 22 наурыз күннен күн кемелеуі. Бірге орындаймыз. Бірге. Ал айда жұлдыздар жарқырап тұрады. Және жер әдемі болады. Қыстың жағдайы өлеңде қалай беріледі? Қыстың жағдайы. Қыстың жағдайы не осы маусымда адамдар не істейді? Шаруашылықпен айналысады, иә? Десе оны қай мезгілде қайтып алады, егінді? Жақсы балалар естір. Кеттік, қиын болды. Сабақты толық түсінбедім. Сабақты толық түсіндім деп 3-ке бөлініп тұр. Енді осы топ-топ бойынша басып шығамыз. Айран, бірінде келеріміз. Әзірейін. Келерім. Түсінбеген ғой, түсінбеген болсаңыз. Келер, Әлинұр, Қойсар, кел.